Сәлем баршаңызға. Бүгін қыстық салат, лечо салатын жасайтын боламыз. Дәмі ерекше, оңай жасалатын салаттардың бірі. Ең әуелі бізге қызанақ қажет болады. Жуып тазалап, қызанақтарды 4-5 бөлікке бөліп, ет тартқышқа дайындаймыз. Дайын болған қызанақты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Өткізілген қызанақты отқа қойып, баяу отта 30 минут қайнатып алатын боламыз. Қызанағымыз дайын болғанша 3 дана жасыл болгар бұрышын жуып, тазалап, осылай сопақша етіп, әдемілеп, бір келкі қылып турап алатын боламыз. Келесі 2 келі қызыл болгар бұрышын жуып тазалап, алдымен осылай сопақша етіп, сосын 4 бұрышты етіп, бір келкі әдемі қылып турап аламыз. Келесі 2 дана пиязды осылай жіңішке бір келкі етіп турап шығатын боламыз. Менде кіші пияз болғандықтан 3 дана пияз қолдандым. Қызып тұрған тапамызға 200 грамм сұйық майымызды құйып, жаңағы туралған пиязымызды салып, пиязымыз қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Үстінен сопақша етіп туралған жасыл болгар бұрышымызды салып, 1-2 минут жақсылап қуырамыз. Үстінен 4 бұрышты етіп туралған қызыл болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл салатты жиі араластырып тұру қажет. 3-4 минуттан кейін тағы да араластырамыз. Міне өте әдемі болып дайын болды. Үстінен жаңағы помидорымызды құйып, тағы да араластырып қойып қоямыз. Осы сәтте біз ас көгімізді турап дайындап қоятын боламыз. Неғұрлым ас көп қолданған сайын салатымыздың дәмі ерекше, түсі әдемі болып шығады. Салатымыз қайнап шықты. 2 ас қасық тұз, 3 ас қасық құмшекер қосатын боламыз. Жаңағы туралған ас көгімізді де қосып, жақсылап араластырамыз. Ет тартқыштан өткізілген чеснок пен ащы бұрышымызды салып араластырамыз. Мен 2 дана ащы бұрыш қостым. Және де 1 шай қасық уксусты қосып, 10-15 минутқа қайнатуға жібереміз. Осы сәтте крышкамызды қайнатып, банкымызды парлап дайындап аламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Енді алдын ала дайындалған банкімізге құйып, жауып алатын боламыз. Менде осында 2 банка шықты. Дәмі де түсі де өте керемет. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің YouTube каналыма тіркеліңіз. Сіздермен болған Ақерке.